Бақберген анасын қарттар үйіне өткізіпті дегенде естігенде бәріміз шошыдық. Сыртынан сөз айтып, шеттетіп ақыры жиын тойынға шақырмайтын болдық. Одан бергі жерде біразымыз ауылдан алыстап та кеткенбіз. Бүгін бір жиында бас қостық. Бақберген де келіпті. Салқын амандастық. Адам аяғы басылып, өзіміз қалғанда Бақбергенді ортаға алып, ата-ананы сыйлап, бағу керектігін айттық. Ол сөзді бөлмей, үнсіз тыңдап тұрды да былай деді: біреуді кінәлап қисығын көруге шеберақпыз. Айтып болсаңдар, мені тыңдаңдар. Сен Қазбай, анаңмен бір ауылда тұрғанмен шақырмаса бармайсың. Сенбе жексенбіде әйеліңмен барып анаңның үй ішін жинап бердің бе? Тәтті тамақты ортаға алып, бірер сағат қасында болып, анаңа көңіл бөлдің бе? Ал сен, Марат, үйленген кезіңді сен ұмытсаң да, ел ұмытқан жоқ. Тойдан кейін бір күнде қалмай, әйеліңнің қолына сыпырғыш ұстатпай, бір кезде шай құйғызбай қалға алып қаштың емес пе? Үйленгенде 2-3 күн демалыс берілмеуші ме еді? Оныңа бүкіл ауыл күлген, жағаларын ұстаған. Содан бері сен ауылға келдің бе өзі? Сен де тыңда, Жанатбек, оқығансың, қалада тұрасың, жұмысың бар, балалы болдың. Сол балаң өз ата-әжесін тани ма, іздей ма? Қане сенің ата-анаңа немере сүюдің қызығын көрсеткенің? Сенің әке-шешең үйіңе бір күн түнеді ме? Үйім тар, бір бөлмелі дейсің. Бірақ қайненең айлап жылдап сыйғанда шүкімдей ғана анаң сыймады ма? Ал сен Сәбит, ауданның білдей танымал азаматысың. Жұмысың бар, көлігің бар, зәулім үйің бар. Ал кемпір мен шал ауылда құлағалы тұрған лашықта тұрады. Хан сарайын салып бермесең де, отын суын неге бермейсің? Неге кіндік қаның тамған сол қасиетті лашықты жөндеп бермейсің? Қане сенің көрсеткен рахатың? Сен бүгін басшы болғаныңмен кеше сол лашықтан шықтың. Мәулен сенің әке-шешеңмен бірге тұрғаныңды қайтейін. Оларда адам құрлы көрмейсің. Бөксесі керсеңдей болған әйеліңнің юбкасының астында жүрсің. Өзің жүрсең бір сәрі, кемпірді де келіннің қол жаулығына айналдырып қойдың. Тіпті балаңды гаршоққа отырғызып, құйрығын сүртіп, шуласа жұбататын да шешең. Сен, Қалибек, әйелің кетіп қалғанда не істемедің? Келіншегіме қарап сөйледің. Ол бәріне қатын болуға келген жоқ деп анаңа қол көтеріп едің ғой. Ұмыттың ба? Сен ұмытсаң да, ел ұмытқан жоқ. Әйеліңнің төркініне мені сан рет ертіп барып, енеңнің жағдайын жасап, табаны жалауға шаққалып едің ғой. Әйелің әке-шешеңнің табалдырығын аттамаймын дегенде пәтер жалдадың. Әйеліңнің қас-қабағына шыға алмадың. Келіннен бір сөз естіп, баласының қолы тиген анаңның жүрегінде не болып жатқанына да назар салмадың. Иә, мен жаманмын. Анамды сыйламаған, әйеліме сыйлата алмаған оңбағанымын. Ал сендер сол оңбағандықты жасырын түрде істеп келесіңдер. Бар шынды осы. Қарттар үйіне өткізген жоқпыз деп көкейсіңдер. Бірақ қайсың ата-анаңа мейірім көрсетіп жүрсіңдер. Менің 4 балам бар. Әйелім адуын. Рас, оған әлім келмеді. Өзім бір апталап КамАЗ айдап, алыс сапарларда жүремін. Үйге келгенде анамның жүзінен жағдайы болмай жүргенін айтпай-ақ сеземін. Сол жаныма батады. Әйеліме айтып түсіндіре алмадым. Оны үйде отырып, қан жұтқанынан, қарттар үйінде болып, таза болғанын, қарны тоқ болғанын, ауырмағанын қаладым. Өз отын қара шаңырағын сағынатынын білемін. Сол олқылықтың орнын толтырғым кеп, тастанды болдым деп ойламасын деп, сапардан келе сала қарттар үйіне жүгіремін. Бастығынан сұрап алып, қаланы қыдыртамын. Саябақта жеке отырып, бірер сағат әңгімелесеміз.